Сәлеметсіздерме, құрметті достар. Біз бүгін esf.go.kz сайтына, яғни электрон шот фактура жіберетін сайтқа тіркелу бойынша нұсқау жасаймыз. Енді esf.go.kz сайтына кіреміз. Бізде міндетті түрде Enslayer'де модульде модуль ESF установить болған болу керек. Болмаса птичка қойып установить модулын басамыз. Және перезапустить дейміз. Енді ары қарай как тіркелу нұсқаулық. Основной вид регистрацияға индивидуальный IP болса, IP, физлицо болса, физлицо, бізде IP. Начать регистрация. Ключ таңдаймыз. Верте сертификат. Бұл жерде қол қоятын деп тұр. Ерсаны таңдаймыз. Ауыз емес, ерса таңдалады. Паролі ключтің. Енді телефон нөмірін жазамыз. Данныйларын толтырып шығамыз. Телефон нөмір. Одан кейін электронды поштамыз. Email. Және де код. Номер удостоверения. Қашан берілді. Және кім берді, қандай мекеме. Қалған данныйлар шығып тұрады. IP-нің атауы, адресі. Дәлені басамыз. Осы жерде нелерді оқып, астына міндетті түрде подписать басу керек. Подписать басылмаса ары қарай өтпейді. Қол қоямыз. Ключ пароль. Енді птичканы қоямыз да перейти далее. Регистрация бітті. Бізді поштамызға не келеді? Ссылка. Сонымен подтверждение жасаймыз. Енді ары қарай тексеріп көреміз. Сайтқа кіріп войти систему. Ауызды таңдаймыз кіретін кезде. Пароль. Енді логин им болады. Бағана тіркелген кезде қойылған парольді жазамыз астына. Войти. Міне. Бізде сәтті тіркеліп кірді. Ознакомлениені басып шығамыз соларды. Біраз шығады. Окей, ознакомлениесі вообще қанша рет шықты. Осы жерден IP-ні таңдаймыз. Міне. Осындай. Сәттілік достар. Лайк басып, қолдау көрсетіп, подписка жасап қойыңыздар. Сау болыңыздар.